Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қонақ аяқ асты келіп қалатын болса, өте әдемі, тез әрі дәмді болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Бізге керек құлпынай, сұйық май, сүт, қант, кукурузный крахмал, жұмыртқа, творог және ұн. Бірінші жұмыртқаларымызды қантпен араластырып, миксерлеп аламыз. Осындай пышный болып шығу керек. Сүтімізді, сұйық майымызды біріншіден құйып, араластырып, ұнды ситадан өткіземіз. Бір ас қасық қопсытқыш саламыз. Енді біздің тестамыз дайын болды. Формамызды дайындап, формамызға бір келкі етіп жайып шығамыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкаға 500 грамм творог,